Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклын жалғастырамыз. Анар ханым, бұл жолғы тақырып уәжді ауытқулар деп аталады. Уәжді ауытқулар себепті бола ма, әлде себепсіз бола ма? Соны тарқатып айтып берсеңіз. Уәжді ауытқу деген өзі ат айтып тұрғандай, уәжі бар деген сөз. Демек, себепті ауытқулар деген сөз. Себепті ауытқу дегеніміз сөзді бұзып айту, бірақ оның ар жағында негізі болып тұрады. Әрине, ең бірінші кезекте ойға физиологиялық ерекшеліктер келеді. Өзі тілдегі кез келген нормадан шығушылық, кез келген норманы бұзушылық, ол біреуі міндетті түрде себепті болуы мүмкін, екінші бір формасы оның себепсіз болуы мүмкін. Сөз түрінде бір мысал келтіріп кетсеңіз. Енді оны қазір мен мысалды келтіру маған қиын. Мысалы, орфоэпиялық норманы бұзған кезде Бұзып сөйлеп көріңіз бір рет. Бұзып сөйлегенде, мысалы, көбіне енді кекеш адамдардың тілінде болады. Көрдіңіз ба? Уәжді ауытқу деген бұл физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты сөзді дұрыс айтпау. Немесе кейбір кісілер болады, мысалы, жуысыңқы, қатаң, сы дыбысын айтқанда бір түрлі қызық қып тілін төсеп сөйлейді. Иә, тілін төсеп сөйлейді. Немесе балалардың тілінде жиі кездеседі, иә, ыр дыбысын айта алмайтын балалар болады. Мысалы, ырды и деп айту мүмкін, анай деп, иә, мысалы, мен атымды Анар дегенде анай деп айту мүмкін. Осындай ауытқуларды біз уәжді ауытқуға жатқызамыз. Сондықтан бұндай ауытқу, уәжді ауытқуды өзі тыңдап отырған адам, сондай адамның сөзін тыңдап отырған бірден біледі, о, демек тілінің бір мүкісі бар екен деген сияқты. Осындай бір қызығы, үлкен жасқа келгенге дейін кейбір кісілердің тілінде жеке дыбыстардың айтылуы қалыптаспаған. Сондай жағдайлар кездеседі. Ондай кезде енді біз бұны кешіріммен қараймыз, кешіріммен қараймыз. Ал егер маман болып тұрса, ауызша сөздің маманы болып тұрса, ол және ауызша сөзді тарату арқылы, айту арқылы күнделікті нәпақасын тауып жүрген адам болса, онда оның тілінде мұндай кемістіктердің болмағаны дұрыс. Міне, уәжді ауытқуларға біз осыны жатқызамыз. Енді осымен байланысты кішкентай бір проблемаларды айта кетейін. Осы орфоэпиялық нормадан уәжді ауытқуға байланысты. Біздерде мынандай қазір енді біздің тыңдарманымыз әдетте ол қазақ тілін үйреніп жүргендер, немесе қазақша біліп, бірақ өзінің білімін жетілдіріп жүргендер, иә? Міне осы кісілерге айтатыным, сіздердің, тіпті біздің, мен ойлап отырмын, тыңдарманның ішінде қазақша жаңа бастап үйреніп жүргендер болуы мүмкін. Сонда соларға осындай тілдеріңізде осындай ауытқулар болмас үшін әрбір дыбыстың айтылуын үйрену өте маңызды. Мысалы, өзім кішкентай балаларға қазақ тілін үйреткенде, мүлдем қазақша білмейтін балаларға әрбір дыбыстың айтылуын ойын түрінде айтып үйретемін. Бірінші сыныпқа барған баланың әрпінен бастап үйренгені абзал дейсіз ғой? Иә, мысалы қазақша орыс тіліне, қазақтың көп дыбыстары орыс тіліндегі дыбыстарға айтылу жағынан ұқсас келеді. Әрине бірдей болмайды. Әр тілдің дыбысы өзінше ерекше. Дегенмен қазақ тілінде, орыс тілінде мүлде жоқ, ешқандай ұқсамайтын дыбыстар бар. Оның ың дыбысы бар, иә? Ың дыбысы бар. Одан кейін қ дыбысы бар. Қ дыбысын орыс тілділерге айтқызып үйрету керек. Ертең, мысалы, орыс тілінде тілі шыққан адамдар қазақтың қ дыбысын айта алмай тұрса, онда бұны да уәжді ауытқуға жатқызамыз. Себебі о кісінің артикуляциялық базасы, мына ауыз қуысындағы бұлшық еттері қ дыбысын айтуға үйренбеген. Сондықтан сіздің тіліңізде уәжді осындай ауытқу болмас үшін, сіз сол тілді үйреніп бастаған кезде әрбір дыбыстың айтылуына мән беріп үйренуіңіз керек. Одан кейін тағы бір нәрсе бар. Егер жаңағы сіз айтқандай айта алмай жатса, тілі келмей жатса ың дыбысына, оған кешіріммен қарайсың енді. Уәжді ауытқу. Ал тіпті жазғанда да солай жаңағы ың мен ны шатастыратын кісілер бар. Иә, ың мен ынды шатастырып жазатындар, көрдіңіз ба, бұл ауызша алдымен тілді үйреніп, сонан кейін жазба тілді үйренгендердің мәтіндерінде көп кездеседі. Сондықтан көрдіңіз ба, ауызша тілде дұрыс дыбыстарды айтып, ажырата білудің маңызы зор. Енді мынау әрбір дыбысты айтқан кезде, оны қалай айту керек екенін кәдімгідей физиологиялық тұрғыда үйрету керек.
тіліңді алдыға жылжытасың, артқа қарай жылжытасың. Мысалы қ дыбысын айтуды үйрету үшін мен орыс ұлт өкілдеріне немесе өзге ұлт өкілдеріне айтамын. Сен тіліңді артқа қарай жылжыт та, тіліңнің артқы жағын көтеріп, таңдайыңның ең артқы бөлігіне апарып тіре деймін. Сонан кейін ол көз алдына оны елестетеді. Сонан кейін оның миы жаңағы органдар дейміз ғой, мүшелеріне сигнал береді. Сонан кейін барып оны орындауға тырысады оны. Басында әрине бірден дұрыс орындамайды. Көрдіңіз, дыбыстарды айту ол сіздің ауыз қуысыңыздағы мүшелердің қозғалысына байланысты. Тіл үйренушілерге осылай деп о бастан әріптерді дұрыс айтып үйретсе, онда олар қазақтың дыбыстарын дұрыс айтатын еді. Мен тіпті де ойламаппын осындай қазақтың қ, ғ сықылды әріптерін үйрену үшін осындай күрделі процестен өту керек екен. Иә, дыбыстарын үйрену үшін сондай ыңды айтқан кезде, мен ол кісілерге айтамын, мысалы сіздер ыңды айтқан кезде н дыбысын айтқанмен салыстырып отырып үйреніңіздер деймін. Н дыбысын айтқанда тіліңіздің ұшы аузыңыздың күрек тұсыңыздың үстіңгі жағына келіп тіреледі. Н дегенде, е, қызыл иекпен күрек түске кеп н кеп тіреледі. Ал енді ыңды айтқан кезде сіздің тіліңіз о жаққа мүлде бармайды. Дегенде тіліңіз жиналып артқа қарай кетіп, келе жатқан ауаны бөгейді де, ол ауа ауызға бармай, оның бүкіл көп бөлігі мұрныңыздан шығады. Дегенде. Сосын оларға осыны дәлелдеу үшін мұрындарыңызды жауып ыңды айтыңыздар деймін. Десе айта алмайды. Айтыңызшы, Самат. Мүлде шықпайды дауысыңыз. Ал енді н дыбысын айтқанда мұрныңызды жапсаңыз, да, әйтеуір бір естіледі. Өйткені н-ның айтқан кездегі ауаның жартысы бәрібір ауыз қуысымен кетеді. Дәл солай қ дыбысын айтуды да үйретемін. К дыбысы мен қ дыбысының айырмашылығын түсіндіремін. К дыбысын айтқан кезде сіздің тіліңіздің ортаңғы жағы көтеріліп келіп, таңдайыңыздың ортасына барып тіреледі. Көп рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.